жетсе қариясы толғанатын, жастары санға бошып жол салатын, сүйінбай жамбылымен ақынымен әлемге жайды қазақ кең қанатын. Дей алмас алыс жүрсе сағындырмас, жиі кеп топырағына мауқыңды бас. Ақын мен батырларға мекен болған киелі Қызырлы ауыл ұзын ағаш. Шаң жоқ па шашасына жігіттердің, сұлуы дәл осындай қыз біткеннің. Әр күні бір ғасырлық думанға тең, бір келіп аунап қунап кеткендерді. Дей алмас алыс жүрсе сағындырмас, жиі кеп топырағына мауқыңды бас. Ақын мен батырларға мекен болған киелі Қызырлы ауыл ұзын ағаш. Әрбір қыры ашылмаған, жемісін желпіндірген жасыл далам. Айбыны жолбарыстай мұра қалған, айналдым әруағыңнан. Өздеріңіз куә болғандай, бейнежазбадағы ауданымызға ғана емес, республикамызға атағы жайылған Ақ Әжелер фольклорлық этнографиялық халық ансамблі. Ансамбльдің жетекшісі Жамбыл ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері, тәлімгер ұстаз Күміс Пармашқызы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Күміс Пармашқызы бүгінгі жаныңда жүр жақсы адам жобамыздың кейіпкері болмақ. Күміс апай, жобамызға қош келдіңіз. Күйлі қуаттысыз ба? Жақсы, денсаулық жақсы. Бүгінгі дәрежеге жету жолында аянбай еңбек еткеніңізге баршамызға мәлім. Елге үлгі еткен өміріңізден сөз естіңіз. Жарайды, айналайындар, сендерге үлгі болсын, әрі тәрбие болсын. Мен Бауыржан Момышұлы атындағы ауыл, Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. Сол жердегі мектеп медалын бітіріп, қазақтың әл-фараби атындағы университеттің қазақ тілі әдебиеті факультетін түсіп, соны бітіріп шыққанмен қайтадан өзімнің бітіріп шыққан мектебіме барып, ұстаздық жолын бастаған. Бір жылдан кейін мені жас болсам да, сол өзімдегі үлкен мектептің оқушысының меңгерушісі. 10 жылдай сол жерде қызмет етіп, содан қызмет бабымен 72 жылы осы Жамбыл ауданына ауысып келдім. Келген бетте мені Жамбыл аудандық оқу бөлімі өз құрамына инспектор етіп қабылдап алды. 5 жылдай аудандағы білім беру бөлімінде әдіскер болып, инспектор болып істеп, содан 75 жылы Ақсеңгір интернат меңгерушісі болып тағайындалдым. Сол жерде 3 жыл істегеннен кейін Үлбі деген ауылда жаңадан 8 жыл мектеп ашылатын болды. Бұл мектеп бастауыш мектеп екен. Сол жерде жаңа ашылатын мектепке директор болып барасың. Сол жерде 8 жыл мектеп ашып, 3 жылдай ауылды көркейту үлесін қосып, мен барған кезде ауыл деп атағанмен 14 ауыл бар екен. Солай жаңа совхоз болатын болсын, осы үлкен қарқынмен ауыл тез құрылыстарға
дәстүрімізден кетіп бара жатқан сияқты ауыз әдебиетінің халыққа қалдыру мақсатында ашылған осы ансамбль 18-ші өзім 90-шы елу жасында көпбалалы ана ретінде зейнеткерлікке шықтым. Мектепте сабағымды жүргізе жүріп сол жерде енді қолөнерді дамытып қойған бір бос қалған мектеп ғимарат интернат еді, соны бәріміз шағылып әжелер жастарды өткізіп әлеуметтік құрылысын қайтадан қазына келтірдік. Сол жерде сынақ жасайтын, пеш басатын, 5 бөлмеде кілем тоқып, 30 ауылдың қыз-келіншектерін жұмыспен қамтамасыз етіп, өзіміздің білгенімізді үйретіп, сонымен шуылдап газет журналдар жазып жатты. Телевидениеге түсіріп жатты. Ансамбльдегі ән айтып, басқа да өнер түрімен қоса біздің қолөнерді дамыттық. Сонда енді зейнеткерлікке шықтым. Осы ауылда тұра беремін мақсатпен осы балалардың жұмысы осы жаққа ауысқанына байланысты аудан орталығына көшіп келіп, қайтадан мені оқу бөлімі шақырып, бір штат келді оқу бөліміне. Ол халық педагогикасы. Сіздің бірнеше тәжірибеңіз журналдарда шыққан, сол халық педагогикасын дамыту туралы әдіскер сізді қабылдайық деп отырмыз. Қайтадан зейнеткерлік жүрсеңіз районын қабылдады. Соны халық педагогикасын дамыту. Бірақ енді зейнеткер кісіге ары бері мектеп аралау, басқа жаққа сапарға шығуға оңай емес екен. Білім бөлімінің бастығын сұрап жүріп, өзіміздің қасында рысқұл мектебіне ауыстым. Сол жерде этнографиялық мұражай аштым. Қазақ салт дәстүрін өнерін көрсетіп, сол бірнеше жыл сол жерде істеп жүрдім. Кейін жамбыл атындағы кәсіптік лицей қазақ тілі маманы жоқ деп арнайы талап шақырып, 3 жылдай 2 жерде бірге істеп жүріп, соны шаршадым да 3 жылдан кейін таза сол лицейге ауысып, лицейде 8 жыл істеп едім. 70-ның бәлешесіне келгенде тура педагогтық стажымды 7 жылға толтырып, содан кейін ұстаздық жұмысты қойдым. Арасында сол қоғамдық жұмыстарына 10 жыл болды. Әжелермен қоса бүкіл осы жамбыл ауданының ардагер аналар кеңесінің төрайымының бұрынғыша әйелдер кеңесі. Ондай қоғамдық жұмысым бар, әжелерім бар. Сосын Ұсынағаш ауылдық кеңесінде әйелдер кеңесі басқарады. Қабылдау бөлмейді. Қандай жұмыс атса да енді адамның өзінің жігер қайратына байланысты. Біз үшін, мемлекетіміз үшін, осы ауданымыз, облысымыз үшін қызмет етсе, біз үшін зейнеткерлікті жүргізетін сендер сияқты жастарға өнер, сондықтан айтамын, ешқандай қайтпаңдар, тайсалмаңдар. Білем, қиын да қызықты жұмыс ұстаз. Бірақ сонымен қоса қоғамдық жұмыстарда алып жүрсеңдер, өздерің шабыттанасыңдар, қайраттанасыңдар, әртүрлі нәрседен бауырынасыңдар, сондықтан сендерге жақсы еңбек. Жақсы, рахмет. Мезгіл еңбек. Күміс Пармашқызы, сізге айтып жатқан әлі де таусылмаған емес. Сіздің көптеген журнал газеттеріңіз көріп отырмыз мына жерде. Сол туралы айтып жатсаңыз толығырақ. Енді мен айтсам, мынау Аруана деген журнал шығады, республикалық. Көптен бері осы журналдың алқа мүшесі, Шапағат Нұр деген журнал шығады. Мынау журналдардың көбінде мен туралы да жазылған, педагог деген журнал, менің бүкіл еңбегім оқысаңдар осыдан шығады. Сосын кейін жаңағы қолөнер, басқа өнер туралы шетелдің бірнеше жерін аралап шықтым. 2002 жылы Назарбаевтың бастауымен Парижге де бардым. Сол жерде өрнек тоқу, кілем тоқу әдістерін көрсетіп, қазақтың өнерімен француздардың таңдайын қақтырып айтқан. Тұрған мына бүкіл куәліктер, сол барлығы менің алған атақтарым, ол Жамбыл ауданының құрметті атақ есіне бөлек мына тәуелсіздіктің 20 жылдығы, тәуелсіздіктің 25 жылдығының барлығында бар тұрған көмірінде көрініп тұр. Сосын кейін Қазақстан Республикасы оқушының үздігі, әйтеуір бірталай марапатты алдым, рахмет. Сосын кейін мен туралы бірнеше газет
газеттен бөлек мына тұрған өзім сол кітаптардың барлығында да шыққан егер оқимыз десеңдер бөлігі тұтсаңдар айтылар сол кітаптарын оқисыңдар. Мұнда көптеген алғыс хаттарыңызды көріп отырмыз. Сол туралы не айтасыз? Мен бірнеше жылдар бойына қатарынан сайлау алды штаб мүшесімін. Сайлау кезінде президент сайлауы болсын, бұрынғы сайлау болсын, 2 ай, 3 ай қалмай еңбек етіп ауылдарға әжелеріме концерт қойып, насихат жұмысын жүргізіп, штаб жұмысына үлкен көмек етемін. Сондықтан мына елбасымыздан алған 3 алғыс хатым бар. Одан бөлек Түркиядан келген міне марапат қағазы. Біздің еңбегімізді жаңа өзің айтқанда естіп жатады ғой жан-жақтылар. Тек Қазақстан емес екен, мына басқа республикаларда естіп жатады екен. Сол жақтан келген марапаттар, сосын кейін мына былтыр осы аудан бойынша әйел ана, әйел бақыт, әйел нұр деген үлкен бір конкурс өткізіп, сол конкурстың жеңімпазы болдым талдықорғанда сияқты. Әйтеуір қай жерге қандай марапатқа барайын, Алланың енді өзі берген жәрдемі шығар. Сол марапаттарда жеңіп келіп тұрып, сол жұмыстарымыз. Рахмет. Қайсыңызге барып қайтқан екенсіз. Қазақ халқы жетімін жылатпай жесірін жалғызсыратпаған халық. Осы орайда сіздің еңбегіңіз қандай болған? Қоғамдық жұмысының бір тарауы менің 10 жылдан аса мұсылман әйелдер қауымдастықтың қоғамдық. Соның осы Алматы облыстық бөлімін басқардым. Сөйтіп дін жағына да көңіл бөлдім. Неше түрлі газет журналдарды шығарып тұрды осы дін жағына. Сөйтіп жүргенде енді қажылыққа бару мұсылманның бір міндеті болса, сол 5-ші жылдың аяғы 6-шының басында бір айға үлкен қажылыққа барып қайттым. Әжелерімді біраз қажы. Енді біздің негізгі мақсатымыз ана ретінде, әже ретінде және қажы ретінде осы қайырымдылықпен айналысу керек. Сол жағынан өзгеріс керек. Сондықтан мына ұсақ-түйек қайырымдылықтан бөлек айтарым, мына Алматыда Бағанашы деген жерде ауылдың ақша үй бар. Сонымен 10 жылдан аса үлкен қайырымдылық жұмысын жүргіземіз. Балаларымыз бізге әбден кеткен неше түрлі іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Менің әжелер туралы кітабым шыққан ғой, сол жағына Азия Боксының былтырғы ғана өткізген Бауыржан Момышұлының туған күніне үлкен іс-шара өткіздік. Оқушылар сол жетімдер үйіндегі балалар да ат салысып, неше түрлі формада солдат болып, Бауыржан болып ойнап, бізді сол менің өзімнің Бауыржанның қарындасым, сол Бауыржан туралы естеліктерін газет журнал сөйлеуді бойынша әңгімелеп барып сол барлығын қолданбаймыз. Жаңағы іс-шарамыз бөлек болса, әрқайсысына қуанту үшін киім-кешек апарамыз келеді. Тәтті дәмдерді апарамыз. Одан бөлек мына жақында 2 жыл болды ма, Шиелі 80 орындық интернат ашылды ғой. Соның көбі мына Рысқұл мектебіндегі интернат емес, сияқты емес, олар алыс-ауылдан келеді, көбі жетім балалар. Солардың киім жетіспей жатыр, мектепке тексеріп бәріміз жиналып, ақша жинап береміз. Үйімізде қазір балалар кішкене киетте тастайды ғой, сондай киімдерді бума-бума қылып жинап қоямыз. Жиынға келген сайын мектептің директоры сол интернатта балаларын алып кетеді. Одан бөлек әйтеуір қай жерде наурыз болып жатыр, қай жерде жүреміз, кішкентай балаларды қолтығымызға алып, соларға өзіміздің қайырымдылығымызды көрсеттік деп ойлаймыз. Мына жолы міне 30 әже кетіп баратырмыз. 8 бала өте нашар семьяда, солардың бүкіл қаражатын көтеріп, біз өзіміздің экспоға кетіп баратырмыз. 8 оқушы, 8 мектебінен 2 оқушы бар, Рысқұловтан бар, Өзежановтан бар, 2 оқушы соның ішінде. Бара алмайды, біз қалдық-ау деп арманды болған балалардан Сүрімізге келіп ат салысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Еңбегіңіз жана берсін, денсаулығыңыз мықты болсын.